Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін бізде демалыс, жексенбі күні. Біздер отбасымызбен үй шаруасымен шықтық. Қазір киім қараймыз. Сосын саябаққа барып серуендейтін болармыз. Күшті жерге келдік. Жоқ емес нәрсе бар ғой. Супермаркет деп осыны айтты. Шеті жоқ. Аквариумы бар адамдар қараңыздаршы, қандай әдемілік. Қаншама түрлері бар аквариумға салатын тастардың. Мықты екен. Жануарлары бар адамдар. Ит, мысық, күшті екен. Бұл жер енді керемет жер. Күшті, бұйырса диконымыз өскесін сәл. Мұнда міндетті түрде келу керек. Адикошқа осындай купальник сатып алдық жаңа Айбекпен. Үйдің қасында бір дүкеннен. Осындай күшті 92 сантиметрлік деп жазған екен мұнда. Мінекей. Екінші өлшемі 2 дейді, 92 сантиметр. Осындай науқанмен. Артында мынандай ашық. Қаз кигізіп көрсетеміз. Негізі біздің қыз 80 сантиметрлік қой. Сол қаз қарайық. Өлшем екен. Бұлай сырт көзге қарағанда енді кішкентай көрінеді, бірақ купальниктер созылады ғой. Қандай елесет. Адош, күшті елеседі ғой бұл купальник саған. Қандай әдемісің.
Адикош. Қандай әдемі Адикош. Ту-ту-ту, қандай әдемі, қандай елеседі. Қандай сұп-сұлу қыз. Ту-ту-ту. Алтын өзі. Жона. Этикеткаларын жұлып тастайық. Күшті болып тұр екен. Кел. Қандай күшті купальниктің арты осындай. Иә. Қандай әдемі Адикош. Ту-ту-ту. Жақында Адикон ауырып қалып, біздер бұл емханада болдық. Осы бүгін келіп тіркеліңіз деді. Бүгін дүйсенбі күні бізде. Енді келіп тұрмыз. Адикош. Кіріш. Осы тамыз айының 13-ші жұлдызында Айбек екеуміздің отау құрғанымызға 7 жыл болды. Айбек осындай гүл шоқтан маған сыйлаған еді. Енді бүгін нешесі? Бүгін бізде 17-сі. Бір 4-5 күнде өтіп кетті. Кішкене гүлім солайын деді. Қазына гүлдердің дұрысын букеттен шығарып, вазыма дұрыстап салып қояйын деген ойым бар. Андаш гүл иіскеп жатыр, жаным, иіске. Де. Бит. Де. Көрші. Жайлы құлатып алма, иіске. Ай-ай, да, гүлдер? Ай-ай. Жүрегі мамасының гүлі, бұтақаны.